Неге еркектер измена жасайды? Потому что әйел адамның либидосы түсіп кеткен. Соответственно, бір рет отказ береді, екі рет отказ береді, сөйтіп налево-направо жүреді. На самом деле, мен сіздерге айтайын, мен психосоматолог режиссер ретінде айтамын, әйелдің либидосы түсіп кеткеніне тікелей еркек кінәлі. Өйткені представьте картину. Әйел адам бір кішкентай квартирада тұрады, 5 баласы бар, 5 баласы шашын жұлады, денесін ұстайды, айқай шу, обязательно бірдеңе сұрады, уже таңертең тұрған кезде тревожный состояниеде тұрады. Потом жаңа отағасы маған тамақ қайда ағатын деп ұрсады, тамағын береді, уже все, уже ресурс бітті. Соответственно, ол әйелде тревожный расстройство болады. Өйткені сол әйелдің пособиясымен, сол балалардың пособиясымен ол әйел кредит жауып жатыр, ана еркегінің артын жауып жатыр деген сияқты. Ода іштей бір айтқан кезде қатты тревога бар. Соответственно, тревожный расстройство, бессонница у әйелде болуы мүмкін. Кеш жақын келеді да маған тамақ дайындап қой. Еще ол предъявлять етеді ғой. Мен саған 100 000 теңге тауып бердім, қайда жараттың оны? Неге продукты аз алдың, неге продукт көп алдың деп сөйтіп әйелі предъявлять етеді. Соответственно, сонда әйелдер кеш жақын сұраған кезде еркек отказ береді, немесе қаламайды. Бір рет айтады, екі рет айтады, әйелі сөйтіп отказ береді, одан кейін ол айтады, кетіп қалады, сен маған қаламайсың, мен жақсы көрмейсің. На самом деле, дорогой, ты жауапкершілік алған жоқсың. Егер сен көп ақша тапсаң, балалармен ойнайтын болсаң, балаларыңды әйелден отвлекать ететін болсаң, әйеліңе дұрыс инвестиция жасайтын болсаң, денсаулығына, фигурасына, шасына, тағы да басқа заттарға, әйел адам, конечно, өзі сені қалайтын болады. По секрету, өзі сені қалайтын болады. А либидосы түсіп кеткен себебі тікелей сен кінәлісің. Бүкіл жауапкершілік бәрін әйел мойнына іліп қойғасын, еще өзің әйел мойнына мініп алғасын, соответственно, только требуешь дай. Олай болмайды, дорогой. Соответственно, посмотри, сен қыз кезде қалай алдың, қазір қандай состояние келіп қалды. Артық салмақ, тревожный расстройство, психологический расстройство. Осының бәрі сен өзің былай айтқан кезде еркек болмағанның әсерінен әйел адам сондай состояние келтірдің. Сен қазір екінші рет измена жасайсың, екінші рет үйленесің, либо измена жасайсың, бір рет бала туғызасың, дәл сондай состояние қылып жүресің ол әйелді. Поэтому проблема әйелдерде емес, проблема сенің өзіңде. Наконец-то жауапкершілік алшы, әйеліңе дұрыс еркек болшы, балаларыңа дұрыс әке болшы, просто әке болып болды. Просто еркек бол. Ақша тап, жауапкершілікті ал, сол кезде сенің әйел өзі-ақ сенен айтқан кезде артынан жүгіріп жүретін болады.